Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі асмерге біз қуырдақ пен күнжоза жасайтын боламыз. Қызып тұрған қазанға сумайымызды құйып, артынан етімізді салып қуырамыз. Кейіннен пиязымызды турап, оны да бірге салып қуырамыз. Қалауымызша бұрыш саламыз және томатный паста саламыз. Сковородканы отқа қойып, сумайды қойып, артынан етімізді салып қуырып, кейіннен пияз салып қуырамыз. Және соевый соус пен дәміне қарай тұз қосамыз. Қазанға су құйып, еті жұмсарғанша 40-50 минуттай пісіреміз. Сковородкаға томатный паста, чеснок, сәбіз салып қуырамыз. Үлкенірек қазанға су құйып, тұз салып қайнатамыз. Қуырдағымызға картошканы салып ұнатпаймыз. Қайнаған суға күнжозаны осылай саламыз. 10 минут пісіреміз. Бұрыш пен қиярды турап, сковородкаға салып қуырамыз. Күнжозаның суын төгіп, сковородкадағыны салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Осымен бәрі дайын болды, ас болсын. Достар, барлықтарыңызға сәлем. Ер адам дәм тағам каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде асымыз әзірде қуырдақ және де фунчоза. Достар, алдыңғы видеоларымыздың барлығына лайк баса кетіңіздер және де комментария жазып жаза кетіңіздер. Рахмет барлықтарыңызға. Және де келесі видео шықсын десеңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайкты, комментарийді ұмытпаңыздар. Ас ішіп отқандарыңыз болса, астарыңыз дәмді болсын. Өзіме де ас болсын. Міне бастаймыз біз. Енді мынаның етін айта алмаймын енді. Өте жұмсақ, достар. Қарапайым ғана қуырдақ. Үй жағдайдағы. Мынау енді дәмін айта алмаймын. Бульонның дәмі өте керемет, сапасы.
ой, тері шыққан өте жақсы шыққан. Сорпасын енді айта алмаймын достар. Фунчозадан тағы да. Достар, өте керемет шыққан. Бүгінгі ас мәзіріміз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жаңағы лайк күтемін сіздерден. Менің келіншегім өте рахмет, көп ас болсын.